Ассалаумағалейкум, дұрыс тамақтану арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге мандариннің пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламыз. Құрметті көрермендер, қазақ тілі арнаның дамуына үлес қосып, бар болғаны 15 секунд уақытыңызды қиып, видеомызға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетулеріңізді сұраймын. Қызықты, пайдалы ақпарат менен қолдау көрсету сіздерден ағайын. Ендеше видеомызды бастаймыз. Мандарин 19 ғасырдың басында Еуропаға келінген. Мандарин алғаш Қытайда пайда болады. Қазіргі таңда Испанияда, Марокко, Түркия және Абхазия мен Грузияда, сондай-ақ Францияның оңтүстігінде, Жапонияда, үнді Қытайда өсіріледі. Мандариннің пайдасы. Қыста мандариндер витаминдердің, әсіресе аскорбин қышқылының көзі болып табылады. Фитонцидтер бактериялар мен вирустармен күресуге көмектеседі, өйткені олардың антисептикалық әсері бар. Мандариннің құрамына кіретін синефрин және фенол қышқылдары ісінуді жеңілдетеді, сондай-ақ жөтелді жеңілдететін және де емдеуді тездететін шырышты кетіреді. Бұл цитрус құрамындағы Е дәрумені, А дәрумені және С дәруменінің сіңуін күшейтеді. Бұл дәрумендердің қосындысы балаларда цинга мен рухойд ауруының қаупін азайтады. Мандаринді диетаға қосу жүрек қан тамырлары жүйесіне де оң әсер етеді. Аскорбин қышқылы мен гликозидтер қан тамырларын нығайтады, қанды жұқартады. Мандариндер құрамында фитонцидтер, табиғи антисептиктер бар. Қабықтың құрамында 1-2% эфир майы бар. Сонымен қатар пигменттер, мысалы каротин бар. Қыста бұл цитрус витаминдердің жетіспеушілігін толтырады. Сонымен қатар аскорбин қышқылының жоғары дозасы арқасында иммундық жүйені нығайтады. Ыстық сусындарға дәмдеуіш қосу қақырықты босатуға және де жөтелді жеңілдетуге көмектеседі. Барлық цитрус жемістері сияқты, бұл жеміс антипиретикалық әсерге ие және суық тиюді емдеуді тездетеді. Эфир майы тыныштандыратын әсерге ие. Ол стрессті жеңілдету, ұйқыны және әл-ауқатты жақсарту үшін пайдалы. Мандариндер аз калориялы өнім болып саналады, бірақ оларды қант жеткілікті. Осыған қарамастан олар салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Талшық пен пектиндер ас қорытуға оң әсер етеді және метаболикалық процестерді жақсартады. Сонымен қатар мандариндер тәбетті ашады. Сондықтан арықтағысы келетіндер бұл цитрусты тамақтан кейін, ал салмақ қосқысы келетіндер тамақтың алдында жеуі керек. Мандарин құрамында қышқылдар А, Д, К дәрумендері, сонымен қатар минералдар, калий, магний, темір, фосфор, натрий, кальций бар. Мандариннің шырыны ішсеңіз, артық салмақ жинамайсыз. Қант диабетінен сақтайды. Қызыл ек ауруларына ем, жөтелге ем, бронхит пен астмаға ем. Теріні жақсартады, тырнақ өсуін жақсартады. Шаштың өсуіне пайдасы бар, ішектің жұмысын жақсартады. Тісті қатайтады, көңіл күйіңізді көтереді, жоғары қан қысымына оң әсерін береді. Тері ауруларына пайдалы, іштің кебуіне пайдасы бар. Иммунитетті көтереді, қан тамырының қатаю және сал ауруына пайдалы. Шөлді жақсы қандырады. Қан айналым жүйесін жақсартады, жүйкені тыныштандырады. Мандариннің зияны. Мандариндер цитрус, сондықтан олар жиі аллергия тудырады. Сондықтан оларды артық жеуге болмайды. Мандариннің құрамындағы аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан оларды асқазан жарасына, қышқылдығы жоғары асқазан мен ішектің қабыну ауруларының өршуі кезінде қолдануға болмайды. Олар сондай-ақ гепатит, холецистит және нефритпен ауыратын адамдар үшін диетада шығарылуы керек. Мандариндегі көп мөлшерде каротин мен А дәрумені бауырда жиналып, аурудан орган әлсіреген жағдайда оны зақымдауы мүмкін. Мандаринді аш қарынға жеуге болмайды. Мандарин аллергия туғызады. Асқазан ауыратын адамға жеуге болмайды. Бүйрегі ауыратын адамға жеуге болмайды. Балаларға бергенде абай болыңыз. Көп мөлшерде жеуге болмайды. Мандариннің қабығының пайдасы. Косметологияда, ароматерапияда және де массажда белсенді қолданылатын мандарин қабығынан эфир майы алынады.
Ол қабынуды, целлюлитті азайтуға көмектеседі және қош иіс қуат береді және бас ауруларын жеңілдетеді. Сондай-ақ жүрек айну, токсикоз кезінде мандарин қабығын иіскеу немесе шайға қосу ұсынылады. Мандаринді жеміс күйінде және тосап күйінде жеуге болады. Қабықтарынан эфир майы жасалынады. Қабықтарын үккіштен өткізіп, кекс, торт секілді татты тағамдарға қосылып, пісіріліп желінсе, жүрек және қан тамырлары ауруларына пайдалы болып келеді. Тыныс алу жолдарының ауруларында кептірілген қабықтың 2 ас қасығына 1,5 шыны қайнаған ыстық су құйып, 5 минут қыздырыңыз. Содан соң 1 сағат тоңдырып қойыңыз. Мандарин дәрісіне жарты стакан күніне 3 рет қыздырып, тамақ ішпестен жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Асқазаныңыздың жағдайы едәуір жақсарады. Суық тигенде 1 уыс қабыққа ыстық қайнатылған суды құйып, буымен 10 минут бойы тыныстаңыз. Құрамында фитонцидтері бар мандарин қабығының буы инфекцияның көзін оңай жояды. Табанның жарылуы мен жарасында табан мен башпай арасын мандарин қабығымен күніне 2 рет жағып отырсаңыз, табан зеңінен оңай арыласыз. Қатты шаршағанда және ұйқысыздықта жастығыңыздың қасында мандариннің аршылған қабығын ұйықтар алдында 15 минутқа қойып қойыңыз. Бұл әдіс бас ауруын жазып ұйқысыздықтан арылтады. Жоғары қан қысымы мен аритмияда 1 шыны қабыққа 3 литр су құйыңыз. Тұнбаны әбден қайнатып, ұйықтар алдында 1 сағат бұрын ванна қабылдаңыз. Нәтижесін бірден байқайтын боласыз.